Сәлем достар, армысыз ағайын, есімім Аида Қыдырбай, арнама қош келдіңіздер. Біз әлемдегі жаңалықтарды, оның ішінде Украина мен Ресей арасындағы соғысты талқылаймыз, осы жөнінде ақпарат беремін. Сол үшін арнама жазылыңыздар, қайталап айтам, және комментарийларыңызды аямай жазыңыздар. Лайк, дизлайк мен үшін бәрі маңызды. Украина мен Ресей арасындағы соғысты талқылауға толық құқым бар деп есептеймін, өйткені 10 жылға жуық осы елде Киевтен мемлекеттік арналар үшін ақпарат тараттым, және Украина-Ресей арасындағы соғысқа қатысты кітабым жарық көрді. Оны Каспий дүкенінен алып оқуға болады, және Астанада мемлекеттік кітапханада, ұлттық кітапханада кітабымды сатып алмай барып оқысаңыздар, әрине бұл мен үшін өте маңызды, және комментарий жазыңыздар, өйткені ары қарай жылжуыма, ана тіліндегі ақпараттарды өзімнің журналистік тәжірибеме сүйеніп ары қарай жазуыма және айтуыма сіздер қанат бітіресіздер. Және соңғы осы шығарылымда мен Киевтегі қазақтардың аузынан ақпарат таратып, жаңағы арнама салып жүрмін. Осы экспериенс сіздерге қалай, ұнады ма, ұнаған жоқ па, жазып отырыңыздар, өйткені қазір Киевте, жалпы Украинада өте ауыр халде, өйткені жарық, жылу толығымен жоқ, блэкаут орнады бірнеше рет. Өйткені 4 жыл бойы жаңағы айына мыңдаған дрон және жүздеген баллистика, ракета деген істеді. Өйткені жаңағы трансформаторларға, жылу қазандықтарына келіп түскен орыстың оғы әйтеуір 4 жылда әсіресе Киев сияқты үлкен қалада толығымен блэкаут жасауға жаңағы мүмкіндіктер жетті деп айтуға болады. Өйткені қайта-қайта ұра берсең, қайта-қайта тамшы да тасты жарады деп жақсы айтамыз ғой бізде. Сол сияқты, бірақ бұл жерде ешқандай жақсы жаңалық жоқ әрине, өйткені жарық, жылусыз, әсіресе осындай қиын қыс кезінде, суық кезде, қазір Украинада, Киевте дәл нақты -20 градус, сондықтан жылу қазандықтарының істен шыққаны және жарықтың жоқтығы әрине халыққа өте ауыр тиюде. Осы жөнінде әсіресе қазақтар қазір Киевте тұрып жатқан, барынша қайтадан соғыс енді басталған кезде біз Украина бойынша 6 қазақ үй болған, жұмыс жасаған жарты жылдай осындай дәл қиын жаңағы қыс кезінде, январда және қаңтар, ақпан, осындай наурыз кездерінде, негізі қыстың ең бір суық кезеңдерінде біздің қазақ үйлер Украина бойынша жаңағы 6 қаласында жұмысын жасады. Бұл қазақ үйдің қызметі жаңағы тоңып үйінде отырған, әсіресе қарт адамдарды шай беріп, жаңағы баласымен байланыса алмай отырған адамдарға қуат беріп, телефондарын қуаттап алуға мүмкіндік жасалып, өйткені қазір жаңағы қаланың өзі гүр етіп трансформаторларға толып тұр. Жалпы бұл қазақ үйді трансформатормен жұмыс жасап тұр. Дей тұрғанмен де жаңағы ыстық шай бар, бауырсағы бар, келіп жылынып отырса да, ішінде қыздарға әңгімесін айтса да, әйтеуір осындай біздің көмегіміз болсыншы деп, о баста осындай игі іспен құрылған қазақ үйлер қазір жұмысын жандандырды. Киевте Шевченко саябағында тұрған қазақ үй қазір енді Голосеевск паркі деген бар, соның маңында да құрылатын болды. Қазақ үйді құратын Украинадағы жалғыз қазақ Марат Дәрменов. Марат аға қазір осы соңғы шығарылымда да бізге жаңа Киевтегі жағдайды өз аузымен айтып берген болатын. Және соңғы шығарылым жақсы қаралды, сондықтан да біз Марат ағаны ары қарайда Киевтегі жағдайды, қазақ үй туралы ақпаратты өз аузымен айтып беруін өтінген едік. Және осы жолы Марат ағаға қазақ үй ғана емес, қаланың ортасына барып видео жасаңызшы, сол жерде тұрып жаңағы өзіңіздің соғыста жүрген адам ретінде, ұлын соғысқа жіберген адам ретінде өзіңіздің көңіл күйіңізбен бөліссеңіз екен деп өтініш жасадым. Әрине Марат аға сөзімді аяқ асты еткен жоқ, және қаланың 2-1 жерінен бізге кішігірім репортаж жасап берді. Онда сөз кезегі Киевтегі қазақ ағамыз Марат ағаға беремін. Армысыздар, құрметті ағайын, құрметті қазақ елі. Бүгін қаңтардың 21-і 2026 жыл. Бүгін Украина елінің Киев қаласынан Голосеевск деген район, осы жердегі
осы жерден тұрып мен қазір бір кішігірім сұхбат беріп жіберейін Аида қарындасыма. Мынандай киіз үйімізді құрып жатырмыз. Әлі бітіргеніміз жоқ, генераторымыз әлі жұмыс істеп тұр. Ал енді менің танитындарыңыз бар, танымайтындарыңыз бар. Мысалы менің Марат Дарменов, Қазақстанда туып өскен, Қызылорда қаласынан кезінде 22 жыл болды осында тұрып жатқаныма. Мынау соғыстың кесірінен, соғыстың зардабынан шегіп жатқан адамдар көп осында. Сондықтан мынау біздің Қазақстаннан біздің бизнесмен жерлесіміз Дәулет Нұржанов, Дәулет Өтегенович осындай киіз үйлерді кезінде беріп жүрген. Соны осында құрып жатырмыз. 23 жылы бірінші киіз үйімізді құрдық. Үлкен киіз үй 16 қанаттық. Ол парк Шевченко паркте тұр. Ол енді Голосеевский паркте 12 қанаттық киіз үйімізді құрып жатырмыз. Мынау Ресейдің зыбырандары келіп ұшып келіп, мынау ТЭЦ, жылу беретін ТЭЦімізді, трансформаторлық подстанцияларымызды жарып жатқаннан кейін свет жағы, жылу жағы бізде өте тапшы, қиын жағдай. Көбісі осында генератормен қолданып отыр, бірақ мынау көп қабатты үйлер генератор қолдануға ондай мүмкіншіліктер жоқ. Сондықтан мынандай біз осында пункт незламности деген бар. Мынау бізде юрта незламности. Осындай мызғымас киіз үй дейді. Осындай киіз үйлерімізді құрып жатырмыз. Осындаяқтағы жылу жоқ, светі жоқ. Осында тұрғындар келіп, осының ішіне келіп жылуына болады. Сосын шайымыз бар, кофеміз бар, тегін беретін ішінде. Сосын барып генераторымыз, сосын төбесіне интернет қондырамыз, Starlink деген. Сосын интернет болады. Жаңа құрып жатқанымызда бір әйел келіп, кішкентай баласымен, мектепте оқитын баласымен сұрап жатыр. Бітірдіңдер ма? Ішіне кіріп сабағымызды оқиық деп едік, жаңа баланың сабағын. Онлайн дейді ғой, сол онлайн сабағын оқиын деп едік, бітірсе деп. Жоқ, енді құдай қаласа, ертең арғын беріп бітіреміз. Сосын барып, осындай адамдарға қол ұшын көмегімізді береміз. Ал енді жеріміз, еліміз тыныш болсын, тезірек бейбітшілік орнасын. Ал құрметті ағайын, қай жерде жүрсеңіздер аман болыңыздар. Слава Украине, алға Қазақстан. Армысыздар, құрметті ағайын, құрметті қазақ елі. Бүгін қаңтардың 22-сі 2026 жыл Украина елінен Киев қаласынан Марат Дарменов. Ал енді өткен жолғы кешегі киіз үйімізді міне тігіп болдық. Шамалы бір тоқ жағынан проблемалар болды. Енді осылай шешіп жатырмыз. Әзірге генератор арқылы жұмыс істеп тұр. Негізі генератор арқылы жұмыс істейді. Бірақтан да осы қалалық тоққа қазір қосамыз бірінші. Сосын қалалық тоғы уақытылы беріледі. Бірде береді, бірде сөнеді. Сол кезде сөнген кезде генератор ары қарай жұмыс істейтін болады. Неге көрмейсіздер ме? Қаланы көрсетейін қазір. Мынау біздің қала. Мына фонарлар өкінішке орай жанбайды. Өйткені шамалы тоқты үнемдеу керек. Мына үйлерде де тоқтар онша көп емес. Мынау арасында жанып тұр. Тоқ олар жандай экофлой деген бар қазір. Бұрын соңды білмейтін едік ол не екенін. Қазір екінің бірінде бар ғой ондай. Жандай тоқты алдын ала зарядтап алады да, артынан сосын барып пайдалана бастайды сол тоқты. Ол жаңа холодильникте, жаңа тоңазытқышты да тартады, басқа мынадай шамды да бәрін интернетте тарта береді. Сондықтан мінекей бәріміз әйтеуір осындай жаңа нелерге жаңағыдай осындай шешімді қабылдап, осындай қиын жағдайдан шығуға тырысып жатырмыз. Ал енді құрметті ағайын, құрметті қазақ елі, бәріміз аман болайық, жеріміз, еліміз тыныш болсын. Слава Украине, алға Қазақстан. Әрине біз әлемдегі жаңалықтарды барынша мүмкіндігіміз келгенше талқылаймын, және қазір әлемнің назары Давос, Швейцарияның Давос қаласына аударылып жатыр. Бұл жерде экономикалық форум өтуде. Тек қана экономика ғана емес, әрине жаңағы Украина мен Ресей арасындағы соғыс бар, қару бар, қауіпсіздік бар, IT бар, жаңағы жасанды интеллект бар, дүниежүзілік денсаулық ұйымы, денсаулық сақтау саласындағы жаңалықтар қазір Давос қаласында көптеп талқыланды. Және жаңа ғана Зеленский мен Трамптың кездесуі аяқталды деген ақпаратты оқыдым.
екі президенттің кездесуі 1 сағатқа созылған. Әрине Трамп кездесуден кейін біздің кездесуіміз жақсы өтті деді. Әрине Зеленский де оның сөзін қайталады, бірақ нақты прессаға ақпарат айтылған жоқ. Бәлкім таңға жуық мәлімет жаңаратын шығар. Оны әрине келесі шығарылымда міндетті түрде талқылайтын боламыз. Жалпы Трамп соңғы кезде Зеленскийге қатты шүйлігіп отыр. Зеленскийдің жаңағы Украина бойынша қайталап айтам blackout орнаса да, әрине Украина бейбіт келісімге келмей отыр деген сияқты жаңалықтарды қайта-қайта Украинаға қаратып айтуда. Осы кездесуден кейін бәлкім ол Ресейге қысым көрсететін шығар, бірақ дей тұрғанмен де нақты Ресей тарапына қысым көрсеткен жоқ. Және Путин де көтіштеніп Трампқа Гренландия мәселесі бойынша біздің Қырым сияқты деп Гренландияны жаңағы Қырыммен теңестірді, бірақ бұл өте тарих жағынан да бұл дәл Қырыммен теңесетіндей аудан емес, мәселе емес. Қырыммен теңесетіндей. Гренландия деген ол Данияға жататын ел, және талай жылдан бері осы Гренландия мәселесін не сатып алмақ болған жаңағы ақш тарапы. Жалпы Гренландия мәселесінде әрине ол өте геосаяси жағынан мықты тұрған жаңағы айлақ, сондықтан әрине оны ол Гренландияда Американың базасы да бар, және әскерилер де бар, бірақ Трамп соңғы кезде білесіздер, осы аралды сатып аламыз, бермесеңдер күшпен аламыз деген сияқты мәлімдеме жасады. Және Данияда шерулер өтті осыған байланысты, бірақ осы Давоста, Швейцариядағы экономикалық форумда Трамп Гренландияға қатысты өзінің пікірін айтты. Бұл жерде біз ешқандай да күш қолданбаймыз деп мәлімдеді. Бірақ Трамп бірде былай, бүгін былай айтса, ертең былай. Сондықтан да әрине нақты соңғы шешім деп айта алмайсың, бірақ әрине Трамп әлемдегі ең мықты мемлекеттің басшысы, сондықтан оның әрбір сөзі тек қана желге ұшпайды. Оның әр сөзі өте маңызды, әр сөзі өте салмақты. Сондықтан да Давоста не айтады екен деп әлем тағы да Трамптың аузына қарағаны белгілі, және ол әрине Гренландияға қатысты біз оны басып алмайтын болдық деп мәлімдеді. Және Ресей-Украина соғысына қатысты да Трамп жақсы бір келіссөздерге жеттік деді, бірақ ешқандай да келіссөздерге жеткен көрмей, әсіресе Украина тарапы көріп отырған жоқ. Қыс кезінде жаңа -20, -35 градус суық кезінде Украина жартылай толық блэкаутқа түсті. Блэкаут дегеніміз не? Ол 2-3 күндей жарықтың, жылудың жоқтығы, адамдар жаңағы қалың киіммен мүмкіндігі енді үйлерінде солай күнелтуге мәжбүр, әсіресе көп қабатты үйлерде, тұрғын үйлерде мысалы жарық жоқ болса, түсіп шығу да өте қиын. Бірақ Украина 8 жылға созылған сапар кітабында мен осы блэкаутқа қатысты Украина тарапы қалай күресті соны жазамын. Мысалы жаңағы лифтте қорапқа тегін азық-түлік тастап, егерде аяқ астынан жарығы өшіп, мысалы лифттің ішіне қалып қоятын жағдай болса, бір-біріне көмектесудің осындай жақсы бір жолдарын тауып жатыр Украина халқы. Ал Зеленский енді Трампқа бәлкім осы қиын жағдайды мәлімдеген болар, бірақ дәл екі президент қандай шешімге келді, ол жағы беймәлім. Алдағы уақытта әрине біз білетін боламыз. Және осы Давоста біздің Қазақстанның президенті жүр. Ол жөнінде әрине ақпаратты біздің мемлекеттік арналар беріліп жатыр. Бірақ әрине Давостағы экономикалық форумда ең алдымен осы соғысып жатқан елдерге қандай шешім қабылдар екен, не болмаса Гренландия қандай Трамп мәлімдеме жасайды екен деген сияқты ел алаңдап отыр. Қазір толығымен әлемдік тәртіптің тұрақсызданып тұрған сәті. Сондықтан да бұл экономикалық форумның әлде де қандай нәтижеге жетті, оны біз көре жатармыз. Және осы Швейцариядағы Давоста өткен экономикалық форум кезінде Индия тарапы да
IT инновациялық қаласын дамытуға салмақ салатыны туралы мәлімдеді. 11 миллиард долларлық инвестиция, ең ауқымды инвестицияны Индия өзінің жаңағы инновациялық қаласын дамытуға құяйын деп отыр. Жалпы бұл экономикалық форум өте қызықты. Оны келесі шығарылымда толығымен тоқталып өтемін, өйткені енді ғана аяқталып, қазір прессаға, яғни баспасөзге мәлімдеме жасалады, және Украина мен Ресей арасындағы соғысты тоқтатуға қатысты Трамптың және Зеленскийдің кездесуі қандай нәтиже берді, оны да келесі шығарылымда талқылайтын боламыз. Ал сіздердің тараптарыңыздан әрине комментарий күтемін. Келесі кездескенше аман болайық.